Слендерменнің темасын зерттемеген, айтпаған адам қалмаған шығар өзде. Бірақ сонда да почти күнде кемінде бір адам менен Слендермен жайлы видео жасауымды сұрап жатады. Алғаш рет Слендермен деген сөз 2009 жылы пайда болған. Қорқынышты аңыздардың арасынан ең атақтысы осы именно Слендермен. Алдарыңызда Слендермен бейнеленген ең алғашқы фотолар. Спичка сияқты арық, бойы слишком ұзын, кожасы әппақ, қол аяқтары басқаша майысады, түрі жоқ. Кейде артынан шығып тұрған шипыльцалары да бар. Кімнің қасында Слендермен пайда болады, соның есі ауысып жынды болып қалады екенміш. Менің бұнымен не айтқым келіп тұр? Ешқайсыңыз точно байқамағансыздар, алайда біз білетін даже жақсы көретін мультиктердің почти бәрінде Слендермен жүр десе маған сенесіздер ма? Тіпті Дисней мен Пиксардың мультиктерінде де. Сәлеміздер, мен Диана Кю. Нағыз ужасқа өтпей жатып, кім мына фотодан Слендерменді таба алады? Тапқан адамдар комментарийде қайда екенін жазып кетіңіздер. Мен тексеріп шығамын. Ал Слендерменнің әлеміне кірдік онда. Общий 5 мультикте байқалып қалғандарын көрсетіп шығамын. Бірінші мультик «Холодное сердце». «Холодное сердцені» көрмеген адам жоқ шығар өзде. Сіздерді білмеймін, бұл мультиктің біріншісі де, екіншісі де маған қатты ұнайды. Алайда осы уақытқа дейін басқа «Холодное сердцеде» Слендермен жүр деп ойламаппын. Сөйтсем, оны байқау қатты қиын екен. Мультиктің бірінші бөлімі 2013 жылы шыққан. Сол кезде Диснейдің ең атақты мультигіне айналды. Бір емес, 2 Оскар алған. Басты рөлде Эльза және оның сіңлісі Анна. Жылдар бойы бейшара Эльза өзінің магиясын жасыруына тура келеді. Байқамай любой затты мұзға айналдырып қоя беретін еді. Бір күні Анна мен Эльза қатты ұрсып қалып, мына ешәг үшін сіңлісіне қатты ренжіген Эльза бір өзі қашып кетеді. Ал Анна болса әпшемді табамын деп іздеп кетеді. Дәл осы мультикте ешкім Слендермен пайда болады деп ойламаған шығар. Қазір көрсететін кадр бүкіл әлемді шулатқан еді. Слендермен Анна мен Эльза бірге ән айтқан кезінде жүреді. Анна қонақтарды күтіп есікті ашады, күліп мәз болып жүр. Бүкіл сарайды аралап, ақыры осы орман жаққа келеді. Енді қазір прям мұқият болмасаңыздар байқай алмай қаласыздар. Әшейін секунд Анна айналған кезінде оң жақта ағаштардың арасында бір-ақ секундқа пайда болып, жоқ болып кеткен Слендерменді көруге болады. Міне дәл осы кез. Бұл информацияны бірінші рет тапқанда, әшейін бір ағашты Слендермен деп ойлаған шығар десем, қарасаңыздаршы, шынымен тұр ғой. Эльзаның сценасы өлең айтып жатқанда есік ашылады. Төмендегі қонақтардың арасынан жасыл көйлек киген қыздың қасында тұрған Слендерменді көрсек болады. Кім бір емес 2 рет Слендерменді қосқаны? Екіншісі мейлі әшейін ұзын еркек шығар деп ойлауға болады. Алайда ағаштардың арасындағы біріншісі шынымен де Слендермен ғой, дұрыс па? Таң қалдым. Мен де «Холодное сердцеден» бұндай күтпедім дегендер лайкты пиқ деп баса салыңыздар. Бастыңыздар ма? Кеттік дальше Слендерменнің артынан қуайық. Екінші мультик «Удивительный мир Гамбола». 2011 жылы дәл қазір әлем бойынша ең атақты деген мультиктердің бірі «Удивительный мир Гамбола» шықты. Кешіріңіздер, қазақша бұл мультикті қалай айтатынын білмейді екем. Қазақша озвучкасы бар ма өзі? Басты рөлде 13 жасар Гамбол атты мышық. Ойдан құрастырылған Элмари қаласында достарымен бірге мектепке барып, ойнап, әйтеуір солай жүреді ғой. Дарвин атты інісі или ағасы ма бар. Соның кесірінен Гамболдың өзінің кесірінен әртүрлі проблемалар пайда болып, кейін достары бәрі қосылып, соның шешімін тауып жүреді. Алайда Гамбол бірдеңені бүлдірсе, содан сабақ алмайды ғой. Таяқ жесе де қайттан сол істегені қайталап жүре береді. 8-ші сериясы. Именно қоян мама-папаның ақшасын құртай бермей жұмыс табайыншы дейді. Солай пицца доставщик болып жұмысқа тұрып алады. Алайда қай жерге барып пицца апарса да бірдеңе болып қала беріп, тегі жолы болмай кетеді. Болды, жұмыс істемеймін деп үйіне қайтып бара жатқанда, жолда скутермен кішігірім аварияға ұшырайды. Дәл осы кездерде Слендерменді көрсек болады. Магазиннің витринасында тұр. Еще тура Слендермен сияқты қара костюмде галстук тағып алған. Көзі, мұрны, аузы ештеңесі жоқ. Бұл мультикте де әшейін 1-2 секундта ғана көре аламыз. Басқа сценаға тез ауысып кете салады. Әшейін манекен ғой дегендер қараңыздар. Ең қызығы жаманы, Слендерменнің орнына женский манекен пайда болып қалады. Шынымен әшейін манекен болса нелері бар? 1 секундта манекенді қызға ауыстырып, дұрыс па?
Үшінші мультик «Мой маленький пони». Охо, бұл мультиктің қандай атақты екенін айтпасам да білесіздер. Бірақ көбінесе «Мой маленький пониді» тек кішкентайлар ғана көреді екен, 3-4 жасқа дейінгілер. Алайда мектеп оқитындар да жақсы көретіндер өте көп. Кішкентай кезімде мен осы понимін, маған сол ұнайды деп жүретінмін, өйткені маған кішкентай кезімнен фиолетовый түс қатты ұнайды. Жалпы мультик понилердің ертегі әлемі жайлы. Кемпірқосақта қанша түс болса, сонша түсті понилер бар. И қалай осындай детский, яркий мультикте қорқынышты Слендермен бар деп ойлайсың, иә? Так, дәл сол мен жақсы көретін фиолетовый пони бір серияларында қатты сабаққа беріліп кетеді. Әртүрлі сиқырларды көріп жүргенде достары жайлы мүлдем ұмытып кете салады. Дәл осы эпизодта Слендерменді байқап қалуға болады. Розовый пони бақытты болып достарымен ойнап жүр, секіріп жатыр. И именно осы моментте дәл кезінде тоқтатып қалсақ, роднойымыз Слендерменді көреміз. Гүлдердің арасында еркектің силуэті тұр, яғни Слендерменнің. Балалар соны байқап қалып, қазір шошып жүр. Сіздер қалай ойлайсыздар? Төртінші мультик «Спанч Боб». Менімше әлем бойынша ең атақты мультик персонаж кім десе, көбісі Губка Боб деп айтатын шығар, иә. Спанч Боб квадратный штаны и оның достары Патрик пен Сквидвард 1999 жылы пайда болған. Болды, содан бері мультик балалардың да, үлкендердің де арасында прям хит болып кете салды. Так, давайте Спанч Бобтан да Слендерді тауып көрейік. Хе-хе, таппағанда видеода сіздерге айтып отырмайтын едім ғой негізі. Патриктің басты рөлде болған сериясы еді. Түннің бір уағында Патрик қараңғы қорқынышты жерге тап болады. Ал артынан бір түрлі персонаж қуып жүреді. Розовый досымыз дірілде бұтына жіберіп қояйын деп тұр. Қолындағы рацияда істемей қалады. Көшеде бір өзі жүріп жан-жақтан көмектесіңдер деп айқайлайды, алайда оны естіп тұрған ешкім жоқ. Дәл сол кезде Патрик чота бірдеңенің болып жатқанын байқайды. Өйткені бикини боттымда, яғни олар тұрып жатқан қалада бір адам жоқ еді. Қолындағы суретке қарап қалса, Слендерменнің фотосы тұр екен. Дәл содан кейін алдынан шын Слендермен пайда болып қалады. Тағы да типа біз байқамай қалсын деп Слендермен әшейін 1-2 секундта ғана болып, кейін жоқ болып кетеді. Ал серияның соңында бұның бәрі әшейін Патриктің жаман түсі болып шығады. Бесінші мультик Gravity Falls. Gravity Falls 2012 жылы пайда болған. Содан бері қанша сезоны шыққан білмеймін, дәші слишком көп. Слендермен пайда болған сериясы Стэннің көкесі, былайша айтқанда дядясы жайлы еді. Вау, демалысқа шықтық деп соны тойлаймын деп жүргенде егіздер одан қашып кетеді да Gravity Falls'дың аңыз болып келе жатқан құбыжығын іздеуге шығады. Дәл осы монстрға қатысты серияда қалай Слендермен пайда болмасын, иә? Міне, тағы да ағаштардың артында тығылып тұр. Бұл монтаж фейк емес, шынымен де мультикте пайда болған кезі. Көрдік Слендерменнің қандай главный екенін, иә? Бірақ Gravity Falls'дың тек бір-ақ сериясында емес, тағы басқасында да көрінген. Егіздер қараңғыда фонарик жағып алып жердегі қағазы зерттеп отырғанда, көбісі Стэннің артында Слендермен жасырынып тұр деп санап жүр. Бұлай қарап тұрсаң дым да көрінбейді. Алайда яркості көбейтіп көрсек, прям анық көрініп тұр. Қарасаңыздаршы. Бір жаманы көбісі бұны фейк деп жүр. Өтірік монтаж деп. Так, енді сіздерге сұрақ. Слендерменнің өмірде бар екеніне сенесіздер ме, жоқ па? Или араларыңызда шын өмірде оны көргендер бар ма? Давайте комментарийде өз ойларыңызбен міндетті түрде бөлісіңіздер. Ал сіздермен болған Диана Кю. Келесі роликте кездескенше.